Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызға қонақтарымыз келіп отыр. Оқушылар сарайының қаламгер баспа орталығының жетекшісі, әдіскер Әсем Айипова және осы үйірменің қатысушылары Меруерт Хамитова мен Тамирис Қанатқызы келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қазақ елі. Әсем Серікқызы, енді жалпы оқушылар сарайының жұмысына тоқтап өтсеңіз, одан бөлек қаламгер баспа орталығының жұмысына. Қазір енді жұмыс барысы қазір қандай болып жатыр? Балалармен тығыз жұмыс қалай жүргізілуде деген? Негізінен біздің өлкемізде Катаев атындағы облыстық оқушылар сарайы 1978 жылы 5 қараша күні ашылған болатын. Өткен жылы біз сарайымыздың 40 жылдық мерейтойын атап өттік. Енді қазір Павлодар өңірінде қосымша білім беретін ұйымдардың ішіндегі ең ірі мекемелердің бірі осы оқушылар сарайы. Оқушылар сарайында қазіргі таңда 3500-ге жуық бала тәлім алады. Біз әртүрлі бағытта жан-жақты балалар дамиды. Осы мекемеде эстетикалық бағыт бойынша ғылыми техникалық бағытымыз қазір өте жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Сонымен қатар әдістемелік бөлім бар және вокал, би ұйымдары жұмыс жасайды осы оқушылар сарайында. Жалпы енді қазіргі біз оқушылар сарайында негізінен цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында ғылым және техника бөлімі өте жақсы жұмыс жасап келе жатыр. Осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында рухани жаңғыру кабинеті ашылды оқушылар сарайында. Өте көптеген жаңа технологияларға сай кабинеттер жабдықталған оқушылар сарайында. Және осы ғылым және техника бөлімінде қаламгер балалар баспасөз орталығы бар. Бұл баспасөз орталығында жас тілшілер, әдебиет пен қазақ тіліне, мәдениетке, өнерге жақын балалар осы бөлімде, осы студияда тәлім алады. Қаламгер баспасөз орталығы 2006 жылы ашылған болатын. Қазіргі таңда 30 шақты бала осы жерде дәріс алады. Негізінен қаламгер студиясында журналистика негіздері атты авторлық бағдарламамен жұмыс жасайды. 4-11 сынып оқушылары осындай Меруерт пен Тамирис секілді кішкентай жас тілшілер келіп сабақ алады. Керемет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Өкінішке орай байланысыз кетті. Сұхбатымызды әрмен жалғастырсақ. Жалпы Тамирис, Меруерт, сендер енді үйірмеге қанша болды қатысқандарыңа? Мен үйірмеге қатысқаным 1 жыл болды. Тамиристің дауысы естілмей отыр. Кішкене дауыстарыңызды шығарып, көтеріңкі көңіл күймен қобалжып отырған сияқты кішкене. Мен үйірмеге Меруерт жаңадан келген. Өзінің құрбысы бар, Даяна деген жан құрбысы. Сол Даяна бізге 2 жыл қатысып келді жатыр. Даянаның енді сол бастамасымен Меруерт те келіп, қазір өте бір белсенді оқушылардың бірі. Керемет. Жалпы журналистсіздер ғой, жасын. Кішкентай журналистикше. Жас тілшілер. Жас тілшілер. Енді кішкене өздеріңді еркін ұстаңдар, енді осындай камераң алдына кішкене үйреніп деген сияқты. Ал енді сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы оқушылар сарайында осындай оқушыларды тәрбиелеуге қанша ұстаз бар? Қазіргі таңда оқушылар сарайында 70-ке жуық педагогтар қызмет атқарады. Қосымша білім беру педагогі және әдіскерлер бар. Ал осы жас тілшілерді тәрбиелейді? Жас тілшілерді, жас 2 студиямыз бар, 2 луч шығармашылық орталығы бар. Олар тележурналистерді даярлайды. Ал біздің қаламгер студиямызда біз газет тілшілерін дайындаймыз және халық радиосындағы жас тілші балаларға арналған радио бағдарламасын шығарамыз. Ол бағдарламада 10 жылдың көлемінде осы халық радиосының 105 FM толқынында шығып келе жатыр. Балаларға өте ұнайды осындай радио журналистикамен айналысқан және ата-аналары да қызығып, тыңдап, балалардың қуаныштарына сол қуанып отырады. Қаламгер студиясы деп отырсыздар ғой. Қашан ашылды және алғашқы түлектері
Қаламгер студиясы енді жаңа айтып кеттім, 2006 жылдың қыркүйек айында ашылған болатын. Ең алғашқы қанат қаққан қарлығаштары айтып өтетін болсам, Самал Кибатова, Ернар Балтабай, Айзар Теміртас және мақтанышпен айталатын енді Адина Хомар, ол қазір Евразия университетінде оқиды. Сондай түлектеріміз бар. Жалпы енді 30-ға жуық қазір бала бар дедіңіз, тәрбиеленіп. Ал балалардың қызығушылығы қалай, басым бөлігі айтылады, сол бағыт, негізгі бағыт. Мысалы, ол газет болсын, радио журналистика болсын, басымдығы қалай? Әрине осы 30 баланың ішіндегі барлығы жас тілші журналист болып кетеді деп айта алмаймын. Өйткені кейбір біздің негізгі жұмыс барысы бойынша екі топ бар. Жоғарғы топтың оқушылары бар және кіші топтың. Ол кіші топ міне Тамирис пен Меруерт секілді оқушылар, бастауыш буынның оқушылары. Ол балалармен біз логикалық ойындар жас тілшілерге арналған және танымал адамдармен кездескенде қалай дұрыс сұрақ қоя білу секілді. Сонымен қатар сол радиода, халық радиосында жас тілші бағдарламасын жасау. Негізінен оқушыларға сол радио журналистика өте қызықтырады. Ал жоғарғы буын оқушылары, олар енді болашаққа мамандық, болашаққа бағдар, яғни болашақ мамандыққа алғашқы қадамын осы қаламгер үйірмесінен бастайды деп айтпасам мен қателеспеймін. Өйткені сосын кей қызықты сәттер болса осы қаламгер үйірмесінде осы Адина Хамар деген осы түлегіміз болып кетті. Қаламгер орталығынан қатысып оқушылар сарайында өте көптеген іс-шаралар жүріп жатады ғой күнде. Сонда бір күні Адина өзімен келіп сұхбат алды ертіс телеканалы атынан. Сол өте бір қызықты сәттердің бірі болды. Керемет. Меруерт, Тамирис, жалпы сендерді үйірмеге кім алып келді? Менің Даяна деген құрбым бар. Даяна маған оқушылар сарайындағы қаламгер студиясы туралы айтты. Мені қызықтырды, яғни? Иә, мені қызықтырды. Мен анама айттым, ол мені жазды. Керемет. Ал мені алып келген бұл менің анам. Біз оқушылар сарайына келгенде, анам мені қаламгер үйірмесіне жазып қатыстырды. Жарайсыңдар, иә. Ал жалпы ұнай ма сендерге? Газет жасау барысы, осы макет сызу, одан бөлек мақала жазу, иә? Өздерің өлең шығарасыңдар ма, әлде тек қана мақала жазасыңдар ма? Біз өлең де шығарамыз. Мақалада жазасыңдар, иә? Бізді өте қызықтырады. Ал радио ше? Радиоде өте қызықты. Біз анда өзіміздің өлеңдерімізді айтып береміз. Қаншаға жоқ өлең шығардың? Қаншаға жоқ өлең дедің? 5-6 ма жоқ әлде қалай айтсақ болады? Енді бастап жатсыңдар ма? Енді бастап жатырсыз. Жаңағына қадам басып келе жатқан тілшілер. Керемет. Жалпы енді бұдан басқа тағы да енді қаламгер студиясы сайыстар қатысады шығар? Әрине, иә. Біз сол радио журналистика бағыты бойынша Астана қаласында жуырда ғана өткен бақытты балықшақ деген конкурсына қатысып, бірінші, екінші жүлделі орындарға ие болдық. Радио журналистика номинациясы бойынша. Сонымен қатар осы Павлодар қаласында инновациялық Евразия университетінде өткен қанат қағу жас тілшілер сайысына қатысып, онда да жеңімпаз атандық. Сонымен қатар қаламгер студиясында біз қазір патриоттық тәрбие беру өте жақсы жолда келе жатыр. Соның бірі рухани жаңғыру, жаңадан ғана ашылған рухани жаңғыру кабинетінде балалар өнеріміздің танымал адамдарымен кездесіп сұхбаттасады. Оның ішінде айта кетсек, Арман Қанимен кездесу ұйымдастырдық, Шолпан Байғалы, Айбек Оралхан және өнеріміздің әйгілі домбырашы, әншісі, жас әнші Алексей Лодочниковпен жастар жылы аясында кездесіп, оқушылар керемет сұхбат алды. Бұндай кездесулер енді оқушыларға өздерін емін-еркін ұстап, сұрақ қоя білу, ең бастысы жас тілшілер және журналистер сұрақ қоя білу керек, сол сондай мүмкіндіктерге ие болады. Жалпы Меруерт пен Тамирис кездестіңдер ме осындай бір айтылды? Иә, біз Алексей Лодочников Қаныш Сәтбаевтың 120 жылдығын тойлап өттік.
Менің білуімше рас қаламгер баспа орталығында осы Қаныш Сәтбаевтың 120 жылдығына шара ұйымдастырылды сіздерде. Сонда соны айтқысы келіп отыр ғой. айтқысы келіп отыр. Иә, Томирис Шолпан Байғалымен айтқан. Айта қойшы. Есіңде ме? Ал Меруерт айтты. Менің есімде қалған кездесу ол Шолпан Байғала апаймен болды. Біз әйгілі академик Қаныш Сәтбаевтың 120 жылдығын атап өттік. Қандай сұрақтар қойдың, қандай әсерде болдың? Шолпан Байғала не айтып еді балалық шақ туралы? Ол Қаныш Сәтбаев, ол бала кезінде ол әртүрлі тастарды жинаған. Сонда анасы ұрысқан екен, не? Ұрысты оған. Осы тастар дейді? Не үшін жинайсың деп ұрысқан болатын. Сол бастан бастап, тұңғыш академигіміз сол бала жасынан бастап қызық әдемі тастарды үйлеріне әкеп қатырлап қояды екен. Сол балаларға керемет әсер берді. Шолпан Байғалымен және өңіріміздің Баянауыл ауданының тұрғыны, құрметті тұрғыны Балтабай Сыздықовпен кездестік. Сол кісі бізге Баянауыл ауданы Қаныш Сәтбаев атындағы мемориалды мұражайы туралы балаларға тың әңгіме айтып, көп ақпар алдық. Сонымен қатар, сол Қаныш Сәтбаев атындағы Баянауыл ауданындағы мемориалдық музеймен бейне сұрақтар жіберді біздің оқушылар өздері. Меруертте сол бейне сұрақтарға қатысып, сосын бейне жауап алып, сонда интерактивті қызықты сабақтар өткіздік. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студиямызда оқушылар сарайының қаламгер баспа орталығының жетекшісі, әдіскер Әсем Серікқызы және үйірменің қатысушылары Меруерт Хамитова мен Томирис Қанатқызы келіп отыр. Сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы енді оқушылар сарайында айтып өттік, қанша бала бар, қанша қазіргі таңда үйірмелер жұмыс жасап жатыр. Енді елбасымыздың жыл сайын, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайын түрлі жолдаулар осыған дейін шығып отырды ғой. Соның аясында цифрлы Қазақстан өзіңіз айтып өткенсіз жаңа бейнебаян барысында. Соған тоқталсаңыз, жалпы осы цифрлы Қазақстан аясында жалпы қандай жұмыстар жүргізілуде? Оқушылар сарайында сол 2018 жылдың мамыр айында цифрлық Қазақстан аясында, осы бағдарлама аясында бала бизнес технопарк ашылған болатын. Бұл технопарктың ішінде бізде қазіргі таңда IT сыныбы, робототехника кабинеті, сонымен қатар Антарас астрономдар клубы, луч шығармашылық тележурналистер клубы және бала стартап академиялары жұмыс жасайды. Бұл студияларға балалар өте қызығушылығымен қатысады. Мысалы, IT сыныпқа тоқталатын болсам, бұл сыныптарда қазір 72 бала тәлім алып жатыр. Балалар компьютерлік бағдарламауды өте жақсы меңгерген. Осы оқу жылының ішінде 72 бала осы IT сыныпта білім алады. Қазіргі таңда енді заман талабына сай әртүрлі жарнамалық, мысалы бөлімдер, не болмаса жарнама рекламалар жасау, сондай әдемі түрлі түсті реклама, енді жарнама жасау барысында сол компьютерға жүгінеді ғой, компьютердің бағдарламасына. Сол балалар қазір 5-ші сыныптан бастап сол IT сыныбында Photoshop, Corel, AutoCAD, 3D модельдеу деген бағдарламаларды өте жеттік, жақсы меңгеріп келе жатыр, және бұл үйірме бізде тегін. Қазір IT сынып. Жалпы Меруерт, енді жас тілші деп жатырмыз сіздерді, жалпы енді шығарма жазасыз ба? Біз қаламгер үйірмесінде әртүрлі мақала, шығармалар жазып үйренеміз. Қандай тақырыпта жалпы жазасыз? Біз шығармаларды Ең ақырғы соңы қандай шығарма жазып едік? Біз Қаныш Сәтбаев туралы шығарма жаздық. Шығармаларын көбінесе қандай тақырыпта? Отан, лирика мысалы, көбінесе? Немесе табиғат, патриоттық па? Патриоттық, көбінесе патриоттық. Жалпы енді Томирис бағана айтып жаттық, аталы тұлғалармен, үлкен тұлғалармен сұхбат жүргіземіз деп жаттық. Қандай әсер аласың олардан? Қандай әсер алдың? Мен танымал адамдармен кездесіп өткенде біз олардың өмір баянын өтіп сұхбат және де өзімізге кішкене толық ақпарат аламыз. Болашақта кіммен кездескің келеді жалпы өңіріміздегі? Өзің білетін, танитын бір әнші бар ма? Әнші немесе
биші әдебиетке үлес қосқан адам ойыңда бар ма жалпы? Кіммен кездескің келеді? Кіммен сұхбат алғың келеді? Әлі ойлану үстінде, иә, Томирис? Жақсы. Меруерт, сен ше? Мен танымал әншілерден сұхбат алуым. Сұхбат алғыңыз келеді, Иә. Керемет. Жалпы енді оқушылар сарайындағы жұмыс алдағы уақытта қандай жұмыстар жасалмақ? Жоспарыңыз өрсе өтсеңіз. Оқушылар сарайы енді өңірімізде ең ірі қосымша білім беру мекемесі болғандықтан барлық облыстық мерекелер, іс-шаралар осы біздің сарайымыздан алыс кетпейді. Барлығы осы жерде, осы үлкен сахнамызда өтеді. Өйткені бізде вокалдық, би ұжымдары өте көп, сондықтан сол үлесімізді сол вокал мен би ұжымдары қосады. Сонымен қатар қазір негізінен қаламгер үйірмесіне тоқталатын болсам, 19 мамыр күні біз Ұлы даланың 7 қырын білесің бе деген интерактивті, интеллектуалдық викторина өткіземіз. Онда қала мектептерінің оқушылары қамтылады, 30-40-қа жуық бала қатысады. Осы мақала аясында сонда викторина өткіземіз. Әсем Серікқызы, кешірбек бұл жалпы Томирис Меруерт жалпы бүгін біздің хабарымызға келіп, жалпы осыған дейін жасалған дүниелермен, алдағы жоспарларыңызбен бөліскендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Енді сүйіншілеп айтатын жаңалықтарыңыз болса, әрқашанда біздің өзіміздің студиямызға сіздерді шақыруға әзірміз. Сіздер де келіңіздер. Бүгінгі келгендеріңізге көптен көп рахмет.